Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Біздің бүгінгі тақырыбымыз Астана болашақтың қаласы. Оқу мақсаты мәтіндегі орфографиялық және пунктуациялық қателерді сөздіктерге, емле ережелеріне сүйеніп түзету, редакциялау. Елорда, ару Астана, мадақ етіп жырға қосарлық шынайы тақырып. Сардаланың төрінде әсем қала бой түзеді. Иә, астанасын жаңғыртқан мемлекеттер баршылық. Алайда, бас аяғы 5 жылда жаңа Астанаға қоныс аудару тарихта болмаған жаңалық екен. Біздің ел жаңа ғасырға, жаңа мыңжылдыққа осындай ерлікпен енді. Тәуекел ердің қадамы. Астананы көшіру туралы сөз қозғалғанда бірі сеніп, бірі сенбеген. Алайда алғашқы керуен Ақмолаға бет түзеді. Ақмола тауының өзгеруімен өңірге жаңа леп келді. Астанада зәулім ғимараттар салынды, Сарыарқаға сән кірді. Астана болашақтың қаласы. Ол өнер, білім мен мәдениеттің, ғылымның ордасы. Ол саяси, әлеуметтік, қоғамдық диалог, іскерлік пен озат жетістіктер алаңы. Сәулетті кешендердің келбеті сан алуан. Ұлттық ұстаным мен бүгінгі заман өрнектерін астастырған Ақорда, өмір ағашы бәйтерек, Астана арена спорт кешені мен қан шатыр, тәуелсіздік сарайы мен конгресс-холл, барлығы да бірін-бірі қайталамайтын туындылар. Атақты тұлғалар мен қайраткерлердің ескерткіштері Астананың сәнін арттыра түседі. Зиялылық пен мәдениеттің рухын асқақтатып тұрған Астана арман мен қиял әлемі. Оқушылар, бейнероликті тамашалап болсаңыздар, келесі сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ: елімізді бүкіл әлемге танытуда Астананың рөлі қандай? Екінші сұрақ: неге Астананы болашақтың қаласы дейміз? Есте сақтаңыз, неологизмдер негізінен мынандай жолдармен жасалады. Бірінші жолы: сөздік қор мен сөздің құрамындағы түбір сөздерге түрлі жұрнақтарды қосу арқылы. Мысалы, ұшақ, зияткер. Екінші жолы: жалқы есімдерді жалпы есімге айналдыру арқылы. Мысалы, абайтанушылар, еуропалықтар. Үшінші жолы: екі сөзді біріктіру арқылы. Мысалы, келіссөз, жол серік, мұражай, шипажай, тағы басқа. Төртінші жолы: кейбір неологизмдер сөз тіркесінен де жасалады. Мысалы, шаруа қожалығы, нарықтық қатынас, шағын кәсіпкерлік. Оқушылар, байқағандарыңыздай, жаңа сөздердің жасалуының 4 жолы бар екен. Оқушылар, келесі тапсырманы орындаңыздар. Бірінші: егер сәулетші болсаңдар, Астана қаласына қандай ғимарат салар едіңдер? Екінші: бейнероликте айтылған ой толғанысқа қандай пікір қосар едіңдер? Оқу тапсырмасы. Оқулықтың 55-ші бетіндегі 4-ші тапсырманы орындаңыздар. Бұл жерде сіздерге шағын мәтін берілген, емле ережелеріне сүйене отырып, пунктуациялық қателерін түзетіп, қайтадан көшіріп жазыңыздар.